Сәлем қыздар, күн қалай едіңде? Қазір мен жылдам дайындалатын тауық пісіріп көрсетемін. Міне мен мынандай тауық етін алдым. Тауық тез пісу үшін көкірегін былай ашасыз. Міне былайша. Енді осының асты-үстін тұздайсыз. Ішкі жағында тұздаңыз. Аздаған майонезге 2 тіс сарымсақты турап қосамыз. Енді оған аздаған ащы паприка қосамыз. Осыларды жақсылап араластырамыз. Енді осы тұздықпен тауықты жақсылап сылаймыз. Тауықтың асты-үстін жақсылап сылап, пісіру табағына салдым. Аздаған картоп ашып бөліп алдым. Тауықтан қалған тұздыққа картоптарды салып сылаймын. Картопқа тұзды қосып араластыруды ұмытпаңыз. Осы картоптарды тауықтың айналасына қоямыз. Енді осы тауықты 200 градустағы пешке 30-40 минутқа пісіреміз. Міне қыздар, тауығымыз дайын болды. Дәмді екенін дәлізге шыққан иісінен білуге болады. Асыққанда даярлаңыз. Асқа адалдық берсін.